Отау ТВ жерсеріктік телерадио хабарларын таратудың абоненттік жиынтығын Казсат 3 жерсерігінен келетін сигналға қайта күйге келтіру бойынша нұсқаулық. Күйге келтіруді бастамас бұрын, сізде барлық қажетті жабдықтардың бар екендігіне көз жеткізіңіз. Жабдықты орналастыруға талаптар. Ғарыштық аппаратқа теке көз көрімнің бар екендігіне және теке көз көрім аймағында ғимараттар, ағаштар мен басқа да кедергілердің жоқтығына көз жеткізіңіз. Ғимараттың құрылымына антеннаның берік бекітілуін қамтамасыз етіңіз. Қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу үшін антеннаның кедергісіз қолжетімді екендігіне көз жеткізіңіз. Антеннаға бөгде заттардың тимейтініне көз жеткізіңіз. Кабельдің ұзындығын және одан келетін бәсеңсуді азайту үшін антенна мен жерсеріктік қабылдағыштың жақын орналасуын қамтамасыз етіңіз. Бірінші қадам – ресиверді, модульді күйге келтіру. Егер сіз жерсеріктік қабылдағышты қолданып жүрген болсаңыз, онда мәзір арқылы қабылдағышты зауыттық күйге келтіруге қайта қосыңыз. Бұдан әрі, жерсерікті таңдау барысында Казсат 3-ті көрсетіңіз. Төменде сигналдың деңгейі мен сапасы туралы ақпарат шығады. Теледидардың күйге келтірулерінен жерсерікті таңдау барысында, егер сондай мүмкіндік бар болса, Intelsat 904-ті Казсат 3-ке өзгертіңіз. LNB жиілігін 9750-де 10600-ге өзгертіңіз. Бұдан әрі, барлық транспондерлер автоматты түрде пайда болады. Сигналдың деңгейін және сапасын тексеру антенна дұрыс күйге келтірілгенде жүзеге асырылады. Екінші қадам – антеннаны күйге келтіру. Жерсеріктік антеннаны күйге келтіру ресиверді алдын ала күйге келтіргеннен кейін жүзеге асырылады. Күйге келтірудің алдында толық жиынтықтың бар екендігіне көз жеткізіңіз. Бұдан әрі, жерсеріктік антеннаны күйге келтіру үшін азимут мәнінің, орын бұрышының, сонымен қатар аз шуылдық күшейткіштің, LNB-дің тиісті көлбеу бұрышының есептеуін жүргізіңіз. Орынның бұрышы теке көз көрім сызығы көлденеңнен жерсерікке ауып кететін бұрыш. Азимут жерсерікке көрсететін бағытпен солтүстік арасындағы бұрыш. Компастың көмегімен антеннаны орналастыру координаттарын 58,5 градус шығыстық бағытқа анықтаңыз. Қазақстанның әрбір өңірі үшін параметрлер әртүрлі және жеке есептеледі. Антеннаны күйге келтіруге кірісеміз. Антеннаны азимут бойынша Казсат 3 жерсерігінің параметрлеріне сәйкес 58,5 градус шығыстық бағытқа бұрыңыз. Градусты Satfinder арнайы құрылғысының көмегімен білуге болады. Сигналдың ең үздік сапасына қол жеткізіңіз. Құрал жоқ болған жағдайда, сигналдың теледидар немесе қабылдағыш мәзір арқылы көрсетілетін деңгейі мен сапасы бойынша бейімделу керек. LNB бұрылысын өзгерту арқылы сигналдың барынша жақсы деңгейі мен сапасына қол жеткізіңіз. Күйге келтірудің соңғы кезеңі. LNB бұрыш көлбеуін реттеңіз. Сигналдың барынша жақсы сапасына қол жеткізіңіз. Ескерту. Егер бір жолақты LNB 10.000 МГц қолданылып жүрген болса, онда оны әмбебапқа ауыстыру керек. Өйткені жерсеріктің техникалық параметрлері бойынша ол Казсат 3-тің сигналын қабылдай алмайды. Антеннаны және барлық параметрлерді дұрыс күйге келтіріп барып, арналарды күйге келтіруге кірісуге болады. Үшінші қадам – арналарды күйге келтіру. Мәзірге кіріңіз, каналдарды іздеуді таңдаңыз. Окей батырмасын басыңыз. Арналардың толық тізімін іздеу аяқталғанша күтіңіз. Егер сіз модулі бар теледидарды қолданатын болсаңыз, онда күйге келтіруді теледидарыңыздың мәзіріне сәйкес орындау керек. Шыққан тізімнен Казсат 3-ті таңдаңыз. Назар аударыңыз. Жерсеріктік жабдықты қайта күйге келтіру жұмыстарының барлық түрлері телерадио хабарларын таратудың жерсеріктік жүйелер саласында білімі бар. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша оқып, білімін тексеруден өткен мамандар жүзеге асыру керек. Абоненттік жиынтықтарды күйге келтіруде білікті көмекті алу үшін авторластырылған дилерлерге жүгініңіз. Немесе төменде көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалыңыз. 193 немесе 8 727 258 15 00 71 93.